Ермұрат, сен не істеп жүрсің? Мен ағаш бұтақтарын сындырып жүрмін. Сенің бұл әрекетің дұрыс емес. Ағаштар бізге жеміс береді. Ағаш оттегін шығарып, көмір қышқыл газын өзіне тартады. Жарайды. Енді ондай істемеймін. Жарайсың. Ендеше екеуміз Кәусарға барайық. Мақұл. Сәлем, Кәусар. Сәлем. Сен не істеп тұрсың? Мен әрдайым бос уақытымда телефон шұғылаумен өткіземін. Кәусар, сен телефон ойындарынан қандай мән-мағына алып жатырсың? Жай ғана уақыт өткізем. Одан да бос уақытында телефон ойнамай, бізбен бірге бос уақытында кітап оқуға арнасаңшы. Жарайды. Жүріңдер біздің үйге. Менің үйімде Абай Құнанбаев атамыздың бірнеше кітаптары бар. Ендеше соны оқымадық па? Жарайды. Неке достарым, бұл Абай атамыздың кітаптары. Ендеше бұны сендерге таратайын. Ал бұл саған Кәусар. Достарым, қараңдаршы. Мен Абай атамыздың 19-шы қара сөзінен керемет мән мағына түйдім. Сендерге сол 19-шы қара сөзді оқып беріп, мазмұндайын. 19. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таныды дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде жайқақтап, шалғыртанып, не салбырап, салғыртанып естсе, не есткен жерін қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерін сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп, есткен не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, сөзді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп Абай атамыз айтқан. Абай атамыз айтқандай, естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі де есті болады деген сөзімен толықтай келісемін. Телефонға үңіліп, басқа дүниеден бас алғанша, ғұламалардың есті сөзін оқып, біліммен сусындайық балалар.